Ағда арқылы жүрсем ғой деп әр барған сайын армандаймын анамды. Анам өмірден қайтқан соң не істедік ей осы деп өкінген кезде бір көз алдыңа келтіретін құдайдың осы нәрсең бар еді ғой деген секілді бір содан басқа амал жоқ та. Қалған біздің анам кәсіпкер болды. Ол гүл, шапан, бір қошемет, бір алтын сақина дегендерге өзінің қолы жететін адам еді. Біз оны анамды бір ерекше бір сақина сыйлап, сырға сыйлап таңғалдыра алмайтынбыз. Мысалға деймін да, өз жақсы көретін гүлдері бар. Сондықтан дүние затымен біздің анамды бір не жасай алмайтын. Мен бір ойланатын мен. Ең күшті сәт сол анамды қажылықта ұстап. Қажылыққа барсам да сол талаптың жанында сағынатын нәрсем осы. Ағда арқылы жүрсем ғой деп әр барған сайын армандаймын анамды. Анаммен 2 рет бардым, екеуінде де арқалап жүрдім. Бірақ сол күндер сағыныш болып қалады. Одан кейін бір көңіліңе бір не істедім, не істей алдым деген сұрақ туындай береді сол кезде. Ең болмаса анаммен бірге қажылық өтеппін ғой, ең болмаса сол кісімен бірге тауафта жүріппін ғой. Сол қажылықта мен анамның ризамын деген сөздерін көп естідім. Балам, саған ризамын, саған ерекше ризамын. Ерекше ризамын балам саған деп. Одан кейін ешкімнің ризалығы қызық емес, ешкімнің бір ерекше күлгені, бір сый-сияпат жасағаны, біреуден грамота алып, біреуден медаль алу түк қызық емес. Басқа адамдарда сол нәрсе қызықтыратын шығар. Анамның ризалығы ең күшті деңгей, дәреже.